Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Өкінішке орай соңғы кездері жаңалықтар арнасы суалып тұр. Айта қояр тұшымды еш нәрсе жоқ. Ал бұл жағдайда мен не істемекпін? Әрине, әлемді шулатып жүрген жаңалықтарға назар аударамын. Бірақ бәрібір олар бізге қатысты. Алдағы демалыс күндері UFC-дің кезекті турнирі өтеді. Ал бұл кештің басты жекпе-жегінде атақты бразилиялық Чарльз Оливейра мен ресейлік Ислам Махачев вакантты чемпиондық белбеуге таласады. Қазір бұл кездесу туралы ерінбегендер айтып жүр. Махачев мансабында әлемге таныла қоятындай еш нәрсе жасаған жоқ. Дегенмен ағасы Хабибтің ықпалымен танымалдығын арттыруда. Сіздер бұл кездесуде кімге жанкүйер боласыздар? Ал мен Оливейраға қолдау көрсетемін. Өйткені оның қазақтарға қандай да бір қатысы бар деп ойлаймын. Оған себеп мына шапан. Бразилиялық файтердің жанкүйерлерінің бірі жауапты сын алдында оның командасына барып қазақтың киелі киімін сыйға тартты. Басына бас киім кигізді. Чарльз де қарапайым жігіт екен. Өзі танымаса да, сонау Қазақстаннан келген сый-сияпатты қабылдады. Шыңжылайтын нәрсе ме? Әрине. Бұл кадрлар әлемді шарлап кетті. Ал біздің шапан кезекті рет танымалдығын арттырды. Оливейра әрине Гена және біздің басқа да спортшыларымыз секілді шапанды киіп октагонға шыға қоймас. Бірақ бұл бағалы сыйлыққа дән разы болды. Енді оның бойында да қазақтың бір бөлшегі бар деп есептеймін. Осы ретте алдағы жекпе-жекке де болжам жасап, бір тиімімді қоса кетейін. Бәрі ислам жеңеді деп жатыр ғой. Бірақ Оливейра оңай емес. Егер Махачев жамылғы болып үстінде жатып алмаса, бразилиялықтың жеңіске мүмкіндігі мол. Талай саңлақты сан соқтырған ол бұл жолда жеңімпаз атанып, өзіне заңды түрде тиесілі белбеуді алады деп ойлаймын. Ал енді Канелоға келейік. Ол тағы да қазақтардың мәртебесін көтеріп тастады. Мына бір кадрларда өздеріңіз көріп отырғандай мексикалық жұлдыз көліктің ішінде отырып, өзімен бірге жаттығу өткізген қазақ профилері Бек Нұрмағанбет, Евгений Павлов және Әбілхан Аманқұлдарды көріп қалады. Сол сәтте ол әрқайсының атын атап, бұлар болашақ әлем чемпиондары деп жар салуда. Бұған қалай қуанбайсың? Біздің жігіттерге кәдімгідей қолдау көрсетіп тастады бұл қылығымен. Сол сәтте бейнені түсіп тұрған репортерда бұл керемет комплимент. Канело мына қазақ боксшыларын болашақ әлем чемпиондары деп жатыр деп біздің шеберлерімізбен танысуда. Your name? Abusan what? Abusan. Abirkan. I got it. Pablo Yevgeny. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Salam. Canelo Alvarez say you're going to be champion. Big compliment. Hey, big compliment from Canelo. Дегенмен Канело айт дегендеп жігіттер әлем чемпионы атанып кете алмайды. Ол үшін талмай еңбектену керек. Сол бір Канелоның кейін айттым ғой, олар әлем чемпионы болады дегізіп, мына кадрларды тарихи етуі тиіс. Бейне кадрларды сұнғандар үшін біздің серіктес Сүлеймен Промоушенске зор алғысымды білдіремін. Өкінішке орай тура осы жерде Абылайхан Жүсіпов болмай қалды. Бірақ бұған себепте жоқ емес. Абылайхан 5 қараша күні Айдос Ербосынұлы мен Давид Моррель жекпе-жегінің андеркартында жұдырықтасатын болды. Сондықтан ол қазір қызу дайындық үстінде. Әзірге оның кіммен шығатындығы айтылмауда. Жақын күндері бұл туралы ақпарат біліп қалармыз. Ассалаумағалейкум. Міне подшипник, міне шеге. Істеп көрейік. Енді тағы бір әлемге танымал бола бастаған қазақ жайлы. Бұл жолы біз жас бала туралы айтамыз. Али Досман есімді мына бір жеткіншек жаймен әлемге таныла бастады. Оның подшипникке шегені кіргізіп, онымен жасаған мына жаттығуы ресейлік танымал ММА шебері Али Багаудиновты таңғалдырыпты. Али өзінің кішкентай аттасын Instagram арнасы арқылы барынша мақтады. Мақтамай немене? Мұндай жаттығуды екінің бірі жасай алмайды. Қазақ баласын мақтаудың алдында Багаудинов оны өзі де жасап көрген анық. Бұл қаншалықты қиын нәрсе екенін білген соң ғана таңғалысын жасыра алмауда. Сосын ол келесі күні Али Досманға тағы бір пост арнап, оған сыйға мына бір спорттық жидені сыйға тартқатындығын айтты. Оны жақын арада кішкентай досына жібереді. Бұл керемет қолдау. Жап-жас бала үшін тамаша мотивация. Бір өкініштісі Али Досманды біздің спортшылар емес, алыстағы ресейліктің қолдағанда. Біздікілер оны білмейді дейсіздер ме? Біледі. Өйткені Али Досман талай рет телеарнаға шыққан, өзінің ерекше күші мен шеберлігін жан-жақты паш етіп жүр. Біз бұл балақайдың ендігі жолын назарда ұстайтын боламыз. Дұрыс жолмен жүретін болса, Али Досман әлі әлемді талай таңғалдырады. Мұнымен қазақтардың мәртебесін арттырары анық. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.